Сәлем достар, сендермен бірге мен Айжан, және бүгін келесі сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін ілік септігі тақырыбын бастаймыз. Яғни ағылшын тілінде мысалы меншікті бір заттың саған меншікті екенін білдіру үшін осы септікті пайдаланамыз. Мысалы менің сөмкем дегенде my bag дейміз ғой. My bag. Немесе сенің сөмкең десек your bag. Яғни менікі, сенікі дегенде my, your деген сияқты сөздермен келтіруге болады. Бірақ мысалы бір Аннаның сөмкесі дейтін болсақ, немесе Джордждың сөмкесі, немесе сөмкеден бөлек, мысалы үшін басқа затты алайық та, мысалы, немесе Джонның машинасы, Альберттің көлігі деген сөздерді алатын болсақ, мысалы Альберт деген сөзді алайық, Альберт деген атты, яғни Альберт. Мына жерге с деген, яғни мына жерге черточка қоямыз да, с деген белгіні жазамыз. Неге? Яғни осы ның деген жалғау болып есептеледі ағылшын тілінде. Мысалы, Альберттің көлігі. Альберт's car. Немесе Джоаннаның, например, S-ті жалғаймыз да. Джоаннаның алмасы, apple. Немесе Альбинаның үйі деп алайық. Альбинаның үйі. Альбина S-ті жалғаймыз да. Мына жерге house дейміз. Немесе home да. Яғни осы арқылы бір заттың бір кісінікі екенін айтуға болады. Біз алдыңғы тақырыпта мысалы сыны банағы көптік жалғау ретінде айтқан болатынбыз. Яғни бір сөзге, мысалы үшін pen деген сөзді алайықшы. Pen деген сөзге банағы сыны жалғаған кезде pens, яғни қаламдар деген көптік мағынаға айналады деп. Бірақсы тек қана көптік мағынада қолданылмайды. Ол, яғни бір адамның машина, яғни бір адамдық екенін білдіру мүмкін. Мысалы үшін, яғни с деген ның деген жалғаумен пара-пар, яғни біздің қазақ тілінен ағылшын тіліне аударған кезде. Яғни менің Альберттің сөмкесі, Альберттің чемоданы, например, или тағы бір, например, Жанна S, бірақ черточканы ұмытпаймыз ешқашан. Мысалы, pens деген кезде біз черточка қоймаймыз ғой, керісінше просто осы ныға қосып қоямыз сыны. Ал бұл жерде черточканы жазамыз да, сосын барып кішкене араларын бүйтіп қоспаймыз да, сосын барып S-ті жалғаймыз. Және де банағы Жаннаның, например, чемоданы деп алайықшы, suitcase. Яғни Жаннаның чемоданы. Осылай біз, яғни бір адамға тиесілі екенін осылай түсіне аламыз. Негізі my, your дегендерге өту әлі ерте, потому что оған әлі потом бөлек тақырып арнайтын боламын. Бірақ қазіргі таңда именно мысалы үшін бір адамның зат екенін білдіру үшін міндетті түрде S жалғауын жалғаймыз, және де мына жерге обязательно черточка қоямыз. Потому что черточкасыз ол мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Потому что с деген әріп, ол деген издің қысқартылған түрде болуы мүмкін. Сондықтан да соны шатастырмас үшін осылай мағынасына да қатты көңіл бөлеміз. Яғни Альберт's car деп тұрса, ондай Альберттің көлігі деген мағынаны білдіреді. Бұл сондай қысқаша нұсқадағы сабақ. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар. Келесі сабағымызда басқа да тақырыптарды ұзағынан толығырақ талдайтын боламыз. Сау болыңыздар.